Kеше bir Алматтан журналист келген екен. Сонымен сөйлесіп отырып, мен дейді, өмірдің барлығын білем, мен өмірдің барлығын түсінемін дейді. Бірақ адамдарға түсінмеймін дейді. Біреулер намаз оқып жатады дейді, біреулер анау, біреулер мынау істеп жатады дейді. Мен кейін айтып жатырмын маған, сен өмірді қалай түсінесің деп жатырмын да. Өмірді қалай түсініп қойдың бәрін? Негізгі сенің мамандығың не десем, мен философпын дейді ғой жаңағы. Онда философ болатын болсаң, мен саған бір сұрақ қояйын. Адамзат өмірге не үшін келген дедім да. Адамзат өмірге не үшін келген? Ой дейді. Ұрпақ қалдыру үшін да, ұрпақ қалдыру үшін дейді. Мен айтам, онда айуаннан не айырмамыз бар? Айуан да ұрпақ қалдырады. Дұрыс па? Мен айтам, болмайды ол деп жатырмын да. Сен қалай өмірді түсінесің, өзіңнің дүниеге келгендігіңді білмесең деп жатырмын ғой оған. Жаңағы анау басына бір гүрзімен ұрғандай ойланып қойып жатыр да. Онда не үшін дейді? Мен қайдан білейін не үшін екенін? Сен айтып жатсың, өмірдің бәрін ішіп қойдым деп жатсың. Бірақ не үшін өмірге келгенін білмей жатсың. Мысалы, біздегі қанша азаматтардың ішкілікке беріліп кетуі, немесе өзін-өзі асып қоюы, немесе бұл өмірдің қиыншылықтарына сабыр қыла алмауының барлығы адамзат өзінің мына дүниеге не үшін келгендігін білмегендігінен болады. Не үшін келді бұл өмірге? Екінші сұрақ деп жатырмын. Адамзаттың мына өмірге келуінің мақсаты не деп жатырмын? Енді атағы енді жер жаратын журналист екен жаңағы. Енді дейді, жаңа айттым ғой дейді. Мен айтым, мен саған екі сұрақ беріп жатырмын, сен маған бір жауап беріп жатсың деп жатырмын да. Өмірде мақсатта ұрпақ қалдыру ғой деп жатыр да ол. Мен айтым, жоқ, мен саған екі сұрақ беріп жатырмын. Сен маған бір жауап беріп жатсың деймін да. Сен жасына бір ойлансай. Айнақса біздің де осы көп мұсылман жігіттеріміздің де осы сұрақты шеше алмағандығы, олардың бір намаз оқып, намаз тастап кетуіне себеп болады. Үйлерінде бір тыныштық болмауына себеп болады. Ал енді мен саған үшінші сұрақты қойайын дедім.